Бұл жігіт анасының, әкесінің және ағасының шынайы емес екенін біліп, полицияға баруды шешті. Ол жерде одан да қорқынышты нәрселерді білді. Бұл естеліктер түні фильмі және де оның сізді таң қалдыратынына сенімдіміз. Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы жаңа видеомызға қош келдіңіз. Джин Сок есімді жас жігіт анасы, әкесі және үлкен ағасы Юсокпен бірге көлікте келеді. Барлығы жаңа үйге көшіп жатыр. Оның жанына тоқтаған отбасы заттарын түсіреді. Джин жаңа үйіне қарап, неге екені белгісіз, үй оған өте таныс болып көрінеді. Жігіт ағасы туралы ойлайды және оны мінсіз адам деп санайды. Юсок беделді университетті бітірген және де музыка, спорт немесе үй шаруасы болсын, барлығында әрқашан жетістікке жетті. 6 ай бұрын Юсок апатқа ұшырады және қазір сол аяғы ақсап қалды. Соған қарамастан ол ешқашан университетке түсе алмаған және психикалық проблемаларына байланысты дәрілер қабылдайтын Джин Сокқа қарағанда отбасының сүйікті ұлы болып қала береді. Жұмысшылар үйге жаңа заттарды орналастырып жатыр. Юсок қабырғаға күнтізбе іледі. Осылайша біз қазір 1997 жылдың мамыр айы екенін білеміз. Бауырлар бір бөлмеде тұрады. Бұл өте қызық, өйткені қасында бостағы бір бөлме бар, бірақ қандай да бір себептермен ол құлыптаулы. Юсок ол бөлмеде осы үйдің бұрынғы иесінің заттары бар екенін айтады. Ол ата-анасына көмектесу үшін төменге түсіп, есіктегі жүк тасушылардың біріне соқтығысады. Сол уақытта басқа жүк тасушы Джиннен оның ағасының жасы нешеде екенін сұрайды. Бірақ жігіт жауап беруге үлгермейді, өйткені Юсок қайтып келіп жұмысшыны қуып жібереді. Кешке отбасы кешкі ас ішіп отыр, сыртта жаңбыр жауып тұр. Джинді жоғарыдағы жабық бөлме қатты қызықтырады. Әкесі оған бұл бөлмеге кіруге қатаң тыйым салынғанын айтады. Кенет бір қатты дыбыс естілді. Джиннен басқасының бәрі мұны күн күркіреуі дейді, бірақ жігіт бұл дыбыс жабық бөлмеден шыққанына сенімді. Түн ортасында ол тағы да сол бір түрлі дыбыстарды естіп, әлгі бөлмеде жұмбақ не бар екенін тексеруді шешеді. Осы сәтте оның артынан біреу келеді. Бұл Юсок еді. Ол күдікті ештеңе естімегенін айтып ағасын серуендеуге шақырады. Джин мұны қаламайды, өйткені сыртта әлі жаңбыр жауып жатыр, бірақ Юсок қоймай оны алып шығады. Қол шатырларын алып бауырлар аулаға шығады және де біраз уақыт түнгі қалаға қарап тұрады. Бір кезде Юсоктың телефоны шырылдайды. Әкесі одан керек құжаттарын әкеліп беруін сұрайды. Юсок Джинге күте тұруын айтып үйге қарай кетеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін Джин ағасының соңынан еріп, бір топ белгісіз жігіттің Юсокты қара көлікке итеріп салып, оны қалай ұрлап кеткенін көреді. Джин ағасын қуып жетіп үлгермей, көлік кетіп қалады. Жігіт көлік нөмірін есіне сақтап, ата-анасына жүгіріп болған жайды айтып берді. Ол қатты қорыққаннан есін жоғалтып, еденге құлап түседі. Есін жиған Джин Юсок туралы сұрайды, бірақ ата-анасы ештеңе білмейді. Полицейлер келіп, тергеуші мұндай нөмірлі көлік жоқ екенін айтады, алайда жігіт оның нөмірін дұрыс есте сақтағанына сенімді. Осылайша бірнеше күн өтті. Полиция үйдегі барлық телефондарға тыңдау құрылғыларын орнатады, бірақ ешқандай күдікті телефон қоңыраулары болмады. Күтпеген жерден 19-шы күні Юсок үйге қайтып келеді, алайда жігіт ештеңе есіне түсіре алмайды. Әйтсе де ата-анасы мен Джин оны үйде көргендеріне қатты қуанышты және де қажетсіз сұрақтар қоймайды. Таңертең Джин дәрісін түсіріп алып, Юсоктың келуіне алаңдап, оны қабылдауды ұмытып кетеді. Бауырлар таңғы астарын ішіп болып, Юсок кетейін деп жатыр. Джин ағасының оң аяғымен ақсап жүргенін байқап таңғалады, өйткені оның сол аяғы жарақаттанған болатын. Юсок інісіне қате көргенін айтып, өз ісімен айналысады. Кешке Джин тағы да колледжге түсуге дайындалып жатып, оқулықтарының үстінде ұйықтап қалады. Бір кезде Юсок келіп ұйықтап жатқан інісін көріп, қаламының ұшын қатты шығарып, оны Джиннің көзіне тым жақындатады. Осы уақыт бойы Джин тіпті қозғалмайды. Інісінің қатты ұйықтап жатқанына көз жеткізген Юсок үйден шығып кетті, бірақ Джин тек ұйықтап жатқандай кейіп танытқан екен. Ол көзін ашып, ағасының соңынан еруді ұйғарады. Юсок көшеде келе жатыр. Бір кезде ол ақсауды қойды, сосын таксиге отырды, ал Джин оның артынан келеді. Ол ағасының бірнеше детективпен кездесіп жатқанын көреді. Олар оны қандай да бір себептермен Юсок бастық деп атайды. Ол нағыз қарақшыға ұқсайды және көмекшілеріне бірнеше тапсырмалар береді. Джин оның үйіне келген полицияның шынайы емес екенін және бұл жігіттің оның ағасы емес екенін түсінеді. Детективтер Джинді байқап, оны ұстауға тырысады, бірақ жігіт қашып үлгереді.
Қараңғы қуыста Юсук Джинді ұстап алып ұйықтатып тастайды. Жігіт үйде кітап оқып отырған жерінен оянады. Ал ағасы кеше ештеңе болмағандай кейіп танытады. Джин истерикаға түсіп дәретханаға жүгіріп барып есікті құлыптап алады және де кешегі түндегі барлық оқиғалар есінде екенін айтады. Юсук інісін дәрілерін уақытында қабылдамағандықтан қорқынышты түс көре бастағанына сендіреді. Кенет Джин үстелдің астынан қаламның ұшын тауып алды. Енді ол мұның бәрі түс емес екеніне 100% сенімді. Жігіт анасына өзінің күдігі туралы айтып береді, ал әйел полицияға хабарласу керектігін айтады. Түнде Джин тағы бір қорқынышты түс көреді. Түсінде ол жабық бөлмеге кіріп бөлмеде өз өмірін қиған Юсукты көреді. Жігіт шошып оянып ас үйге қарай су ішуге асығады. Ол жерде анасының телефонмен сөйлесіп жатқанын естиді. Әйел біреуге Джиннің бәрін анықтай бастағанын айтып жатыр. Жігіт есікке жақындады, бірақ еден тақталары сықырлап анасы үйде біреудің ояу екенін байқайды. Әйел оның бөлмесіне көтеріліп жатқанда Джин сыртқа жүгіріп шығып ашық терезе арқылы бөлмеге кіріп көрпенің астына тығылады. Алайда бәрібір анасы оның әңгімесін Джиннің естігенін түсінеді. Жігіт көшеге жүгіріп шығып әкесімен тағы бір бөтен адамды көреді. Әкесі ұлынан үйге қайтып барлығы туралы сөйлесіп алуды сұрайды, бірақ Джин отбасының басқа біреулер екеніне сенімді. Жігіт бұл үйден мүмкіндігінше ұзаққа қашуға тырысады. Жол бойында оны полиция көлігі қағып кете жаздады. Джин полиция бөлімшесіне келеді, онда полицейлер оның жеке басын тексереді. Құжаттарға қарасақ Джин Сок 41 жаста болуы керек, бірақ жігіт 21 жаста. Джин Сок ештеңе түсінбейді, ол қазір 1997 жыл екеніне сенімді. Бірақ полиция бөлімшесінің күнтізбесінде шын мәнінде қазір 2017 жыл екенін көреміз. Шошынған Джин жан-жағына қарап қазіргі өмірдің белгілерін көреді. Планшет, смартфондар және де Оңтүстік Корея мен Америка Құрама Штаттарының қазіргі президенттерінің кездесуін көрсетіп жатқан LED жалпақ экранды теледидар. Сосын кейіпкеріміз айнадан өзіне мұқият қарап жас жігіт емес орта жастағы ер азамат екенін түсінеді. Джин үйіне қайтып ол жерде ешкімнің жоқ екенін, сонымен қатар жабық бөлменің есігі неге екені белгісіз ашық тұрғанын көреді. Джин бөлмеге кіріп қызыл сұйықтыққа боялған екі манекенді көреді. Бұл қанға ұқсайды. Мұндай дақтар фортепианода да және де рождестволық әуен ойнап тұрған музыкалық орталықта да бар. Сонымен қатар мұнда пышақ жатыр. Үйде Джиннің жанұясы, яғни оның жанұясы болып жүрген адамдар пайда болады. Юсук 20 жыл бұрын дәл осы бөлмеде қорқынышты қылмыс орын алғанын айтады. Біреу екі адамды өлтіреді, бірақ қылмыскер мүлдем табылмай полиция істі тастап кетті. Жәбірленушілердің туыстарының бірі тергеуді жалғастыру үшін жеке детектив жалдаған. Детектив көп айлар өтсе де қылмыскерді таба алды. Ол Джин Сок болып шықты. Отбасынан айырылған адам кек алғысы келді және де Джинді азаптап, қинап, ұрып-соғып, мойындауды талап етті. Бірақ ол ешқашан өз кінәсін мойындамады. Осылайша Джиннің психикасы оның жадынан сол күннің барлық естеліктерін өшіріп тастағаны белгілі болды. Тергеуге гипноз маманы шақырылды. Ол жігітті терең ұйқыға түсіріп, оны қазір 1997 жыл және қылмыс әлі жасалмаған кез екеніне сендірді. Джиннің жадын қалпына келтіру үшін адамдар оның анасы, әкесі және ағасының рөлдерін сомдаған актерлармен тұтас спектакль қоюды ұйғарды. Жігіт ата-анасымен көлікте келе жатқан сәтіне қайтарылды, бірақ бұл жолы оның отбасы жалған болды. Үй оған таныс болып көрінді, себебі қылмыс дәл осы жерде орын алған еді. Тасымалдаушы Юсуктың жасын сұрады, өйткені шын мәнінде Джин ағасынан 20 жас үлкен көрінді. Ал құлыпталған бөлмедегі шуды сол жерде декорация орнатып жатқан детективтер тудырған еді. Алайда ақылға қонымсыз оқыс оқиға болып, Юсукты бәрі шешілетін күні полиция тұтқындап алып кетті. Ол алаяқтық жасады деген күдікпен қамауға алынып, және тек 19 күннен кейін ғана бостандыққа шыға алды. Осы уақыт ішінде гипноздың әсері әлсіреп, Джин өзіне келе бастады. Бұл уақытта Юсук мұның бәрін Джинге көлікте айтып беріп жатыр, бірақ жігіт қылмыскер емес екенін айтып жүріп келе жатқан көліктен секіріп кетеді. Юсук оны қуып келеді, бірақ оның көлігі ағашқа соғылады. 1 минуттан кейін Джинді де көлік қағып кетеді. Ауруханада кейіпкеріміз 1997 жылдың мамыр айындағы оқиғаларды бірте-бірте есіне түсіре бастайды. Олар сол күні отбасымен бірге көлікте келе жатқан, бірақ олар апатқа ұшырады. Жігіттің ата-анасы алған жарақаттарының салдарынан қайтыс болды, ал Юсук сал болып қалды. Джин ағасының операциясына қаражат жинау үшін жұмыс табуға тырысты. Ол көп ақша табу үшін бәрін жасауға дайын болды. Юсуктың дәрігері егер қазір операция жасалмаса, іс жүзінде уақыт қалмайтынын, Юсук өлетінін айтты. Сол күні кешке Джинге белгісіз біреуден хабарлама келеді. Ол Джинге қылмыс жасап, сол үшін қомақты ақша алуды ұсынады. Оған бір адамның өмірін қию керек, басқа шарасы қалмаған Джин келіседі.
Тапсырыс беруші жігітке мекен-жайды жіберіп, оған тек әйелді өлтіру керек екенін және ешбір жағдайда балаларға қол тигізбеу керектігін хабарлайды. Түнде Джин бұл үйге кіріп ұйықтап жатқан әйелді және оның қызы мен ұлын көріп, бұл қорқынышты қылмысты жасай алмайтынын түсінеді. Осы кезде әйел оянып кетіп, үйінде бейтаныс адамды көріп қорқып айқайлайды. Джин оған зиян тигізбейтінін түсіндіреді. Ол кетейін деп жатыр еді, бірақ сол кезде үлкен қызы екінші қабаттан түсіп айқайлай бастайды. Джин қыздың соңынан жүгіріп, абайсызда бір бөлмеде оны өлтіріп қояды. Ізінен анасы да бөлмеге кіріп, ол да жігіттің қолынан қаза табады. Джин төменге түсіп, бірінші қабатта кішкентай баланы кездіреді. Жігіт оған анасының жақында келетінін айтады. Осы кезде Джин қабырғадағы отбасылық суретті байқап, оның тапсырыс берушісі Юсоктың дәрігері екенін түсінеді. Джин Сок оны аурухананың төбесінде кездестіріп, оған әйелінің өлімі не үшін керек екенін сұрайды. Дәрігер қаржылық дағдарыс оны күйреткенін, балалары баспанасыз қалмас үшін әйелінің атына бірнеше сақтандыру полисін алғанын түсіндіреді. Алайда Джин Сок әйелінің ғана емес, қызының да өмірін қиғандықтан дәрігер Юсоктың да өлетінін айтады. Екеуінің арасында төбелес басталады. Нәтижесінде дәрігер абайсызда шатырдан құлап кетеді және Джин әрине уәде етілген ақшаны алмайды. Біздің кейіпкеріміз аурухана бөлмесінде есін жиды. Оның қасына жалған Юсок келеді. Жігіттің қолында уы бар, шприц бар және бұл жігіт оны Джинге енгізгісі келетін сияқты. Бұл жігітті бір ғана сұрақ мазалайды: тапсырыс беруші кім болды? Джин мұны өзім жасадым деп өтірік айтады, ал отбасының әкесінің бұған еш қатысы жоқ дейді, бірақ Юсок оған сенбейді. Жігіт Джинге өзінің сол кішкентай бала екенін айтады. Оған Джин анан қайтып оралады деп уәде берген еді. Анасы мен әпкесінен айырылған сәби балалар үйіне жіберіліп, өмірі тозаққа айналды. Джин одан кешірім сұрайды, бірақ сені бүкіл отбасыңнан айырған адамды қалай кешіруге болады? Ашуланған жігіт Джиннің капельницасын сындырып, уы бар шприцті еденге лақтырып бөлмеден шығып кетеді. Біздің кейіпкеріміз төсегінен сырғып түсіп, шприцті қолына алады. Бұл уақытта жалған Юсок дәлізде келе жатыр. Медбике оған бұл жақта шығатын есік жоқ екенін айтады, бірақ жігіт оны тыңдамайды. Қызы оның қайда бара жатқанын тексеруді шешіп ізінен барады және ашық тұрған терезені көреді. Ал әлгі жігіт төменде асфальтта жатыр екен. Джин болса өзіне укол салып жалған Юсокпен бір уақытта дүниеге аттанады. Өмірінің соңғы секундтарында ол апат болар алдындағы өзін көреді. Жолға шықпас бұрын ол музыка тыңдап тұрады. Кенет бір кішкентай баланы көреді. Ол жақында Юсокты емдейтін сол дәрігердің ұлы еді. Бала оған қолындағы тәттісін ұсынады. Содан кейін отбасымен бірге кетеді, ал Джин оған қолын бұлғап қоштасады. Мінекей достар, осымен тағы бір қызықты видеомыздың да соңына жеттік. Өзіме бұл фильм қатты ұнады. Егер уақытыңыз болса толық көріп шығуға кеңес беремін. Ал көргендер болса фильм туралы және де видео туралы өз ойларыңызды комментарийға жазып, әдеттегідей видеоны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар бізге қолдау білдіріп 50 мың тіркелушіге жетуімізге көмектесіп каналға тіркеліп кетіңізші. Ал алғыс ретінде біз сіздерді жиі жаңа видеолармен қуантып тұруға уәде береміз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.